не үшін витамин ішуіміз керек, мысалы үшін не үшін ішуіміз керек витамин? Өйткені бізге жаман ойлар келген сайын басымызда адамның организмінде гормон стрессы бар ғой, кортизол деген, сол ұша береді. Сол шыққан кезде орнын жабу үшін адамның организміндегі бүткіл витамин, минералдар сол орынға ұмтылады, ана орынды жабу үшін сол үшін біз қанша күнне стресске түсеміз, жаман ойлаймыз, сонша бізге витамин керек бола береді организмге. Сол үшін біз организмімізді постоянно витаминмен толтырып тұруымыз керек. Енді біз қазіргі заманда тамақтан соншалықты витаминді аламаймыз ғой. Сол үшін қазір дополнительно мынандай БАДыйлар, витаминдер ішу керек. Мен өзім мысалы үшін Енвей компаниясының витаминін ішемін постоянно. Екінші вариант вообще жаман ойламау керек. Ал егер ондай қолыңыздан келмесе, оны постоянно витамин ішу керек болды. Сол әйтпесе адамда әлсірейді постоянно, энергия болмайды, всегда депрессивный состояниеде болады. Сол үшін постоянно организмге витамин керек адамға.